Саламатсыздар ма? Бүгін тоғыздықтар туралы айтамын, яғни 9-ы, 18-і, 27-сі күні туылған адамдар. Бұл адамдар өте ашық болады, мінезі де, қолы да өте ашық болады. Душа компания, любой адамдармен араласып сөйлесіп кете бере алатын мінездері бар. Эмоциональные люди. Эмоция деген енді зашкаливает у них. Жұмысында шығармаса эмоциясын келіп үйіне шығару мүмкін. Или в отношениях эмоция обязательно болады бұл тоғыздықтармен. Тоғыздықтар қыдырғанды, саяхаттағанды жақсы көреді. Демалғанды, путешествовать еткенді, вообще достарымен душа компания болып отырғанды жақсы көреді бұлар. Сондай отырыстарды жақсы көреді. Қолдары өте ашық болады, мінездері де өте ашық болады. Бұл тоғыздықтардың энергиясы как сквозняк сияқты, буря болып келіп, буря болып кетіп жатады. Яғни ақшаны да солай табады, кәдімгідей крупный тауып, крупный жұмсап жатады. В основном тапқан табысынан көбірек жұмсайды бұлар. Транжирство бар бұларда. Например, осылай тапса, осылай тратить етеді. Сосын бұлар решение тез қабылдайды. На эмоциях қабылдайды в основном решениені. Решение қабылдап болғаннан кейін, сол бір істі бастап қойғаннан кейін барып ойланады. Зачем мне это надо? Не үшін мен бұлай шештім деген сияқты. Сондай бір ойланып, кейбір істі жарты жолдан тастап кетіп жатады. Неге? Өйткені ол решение на эмоциях қабылданған. Бір-бірінен айырмашылығы. Яғни 9 күнгілер өте ашық болады, ақ көңіл болады. Эмоциясы на лице написано. Өзінің ақысын жібермейді. 18 күні туылғандар более сдержанный болады. Любит подарки получать в основном. И осы тоғыздықтардың ішіндегі более эмоциясын жасыра алатын адамдар. 27 күні туылған адамдар мына тоғыздықтарға қарағанда қолы сәл қаттылау ақшаға, бірақ өзінен ешнәрсе аямайды. Любит путешествовать, отдыхать, туризм любит. Именно 27 күнгілер больше любит, чем другие девятки.